Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге берекелік дастарханның көрігін ашатын осындай әдемі салаттың жасау жолын көрсеткім келіп отыр. Барлықтарыңыз біліп отырғандай, бұл цезарь салаты кәдімгі ресторандағыдай өте дәмді болып шығады. Менімен жасап көріңіздер, және де қонақтарыңызға жасап дастарханға қойсаңыздар, барлығы сүйсініп жеп алатын болады. Ең алдымен біз шалажансар қайнатылған тауықтың етін, төс етін турап аламыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай турап, оны кішкене майға қуырып аласыздар. Кубик қылып турасаңыздар да болады, осылай мен сияқты ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Екі жағын кішкене қызартып қуырып аламыз. Біздің тауықтың еті дайын. Енді қызанақты өзіңіз қалағандай турай бересіз. 3 бұрыштап, 4 бұрыштап немесе желе қызанақтарын қолдансаңыздар да болады. Енді бізге 4 қайнатылған жұмыртқаны бөліп аламыз. Осылай 2 бөлікке бөліп, немесе бөдененің жұмыртқасын қойсаңыздар өте керемет болады. Егер жоқ болатын болса, осылай ортасынан бөліп аласыздар 4-ке. Енді сырды 40-тан өткізіп аламыз. Менің арнамда басқа да жаңа жылдық салаттардың рецепті бар, кіріп көрулеріңізге болады. Енді біз майонездік соусымызды дайындаймыз. Ол үшін майонез бен сарымсақты араластырып аламыз. 40-тан өткізіп аламыз сарымсақты, және де жақсылап араластырып алуымыз керек болады. Енді айсберг жапырақтарын аламыз, немесе пекинский капуста деп айтып жатады. Соны алып қолымызбен турап аламыз. Пышақпен кесудің қажеті жоқ, осылай қолмен әдемілеп кішірек формаға келтіріп кесіп алсаңыздар болады барлығын. Содан кейін біз тауықтың етін және де сырды қосамыз. Сырды кішкене бөлігін алып қаламыз. Тарелкаға салғаннан кейін бетіне себуге керек болады. Және де осылай қыттырлақ нанымызды, яғни терешкиді салатқа арналған қосамыз, немесе батон нандарынан духовкаға салып жасауға да болады. Сосын қызанақты саламыз. Сарымсақ пен майонезіміздің, яғни майонез соусымызды қосып, барлығын қасықпен немесе қолмен жай ғана араластырып аламыз. Араластырып болған соң ыдысымызға салып, жұмыртқасын бетіне қойып, сырымызды сеуіп, дастарханға қоя берсек болады. Ас болсын.